Бүгінгі талқылайтынымыз гемофилия ауруы. Гемофилия бұл қандай ауру? Оның адам организміне тигізер қаупі қандай? Гемофилия тұқым қуалайтын қан ұю факторларының жетіспеушілігінен туындайтын сирек кездесетін қатерлі ауру. Гемофилияның негізгі 3 түрі бар. А, В, С түрі. Гемофилия А кезінде қан ұюдың 8-ші факторы, гемофилия В кезінде 9-ші фактор, ал гемофилия С кезінде 11-ші фактордың жетіспеушілігі болады. Әлем бойынша гемофилиямен 400 мың адам, ал Қазақстанда 1200 адам зардап шегеді. Оның ішінде 34% балалар. Гемофилия X хромосомамен тіркескен ауру болғандықтан бұнымен тек ер адамдар ауырады, ал әйел адамдар тек тасымалдаушы болып табылады. Өздерінің қыздарына, балдарына осы ауруды тасымалдайды. Яғни бұл гемофилияның мутацияланған гені X хромосомада орналасады. Әйел адамдарда 2 X хромосома болғандықтан 1 X хромосомасы сау болады да, әйел адамдар бұл аурумен ауырмайды. Ал ер адамдарда XY хромосома болғандықтан бұл ауру ген осы X хромосомада орналасады және ер адамдар осы аурумен зардап шегеді. Негізгі белгілеріне гематомалар, яғни терідегі қан құйылулар мен көгерулер жатады. Көбіне бұл инъекциялардан кейінгі терінің астына қан құйылулар және буын қуысына қан құйылулар жатады. Буын қуысында қан құйылу көбіне жарақаттардан кейін осы буындарға көп күш түскенде пайда болады. Буын қуысына қан құйылғанда, сонымен қатар бұл буында қатты ауырсыну сезімі, ұстап көргенде буынның ыстық болуы және көлемінің ұлғаюы жатады. Сонымен қатар көбіне мұрыннан тоқтаусыз қан кету, тісті жұлған кезде қанның тоқтамауы, әртүрлі жарақаттардан кейінгі қанның тоқтамауы жатады. Және құсқан кезде кофе тұнбасы тәрізді қысықтың пайда болуы, сонымен қатар милена, яғни үлкен дәретке шыққан кезде қанның пайда болуы жатады. Кіші дәретке шыққан кезде де қанның пайда болуы осы гемофилияның бір белгілеріне жатады. Гемофилик науқастар кішкене жарақат алғанның өзінде көп қан жоғалтуы мүмкін. Оның арты ауыр жағдайларға алып келуі мүмкін. Гемофилиядан зардап шегетін науқастарға кішкене қан кеткеннің өзі үлкен қауіп тудыратын жағдайларға алып келуі мүмкін. Сол себепті гемофиликтер өздерін әртүрлі жарақаттардан сақтану керек, ауыр күш түсіретін спорттармен айналыспау керек, және тіс дәрігеріне барған кезде де өзінің гематолог дәрігерімен ақылдасып бару керек. Және қанды ұйытатын дәрілер, стероидті дәрілерді, аспиринді қолданбауға қажет. Оларға арналған негізгі спорт түрі шахмат, стол теннисі, жүзу және бадминтон. Ал 17 сәуір бүкіл дүниежүзілік гемофиликтер күні деп белгіленді. Егер видео пайдалы болған болса, каналға жазылып лайк басыңыздар.